Шаһарымызда көшелерді қардан тазарту және қар шығару жалғасуда. Техника күндіз де түнде де қала көшелерінен шығады. Техника өте алмайтын жерді жұмысшылар қолмен тазалауда. Жиналған барлық қар бұрынғыдай қаладан полигонға шығарылады. Қалалық жол қызметтерінің мамандары автокөлік иелеріне қар тиеу жұмыстары кезінде көлік құралдарын жол жиегіне қоймауды өтінеді деп хабарлады қала әкімдігі. Бүгін Бесқарағай ауданы әкімі аудан орталығында орналасқан бірнеше мәдени мекемелерге барып жұмыс барысымен танысты. Оған қоса мекемелердің жай-күйін, материалдық базасын тексеріп, аталған кемшіліктерді дер кезінде жоюды жүктеді. Сонымен қатар аралау барысында мәдениет үйінің сахнасын жарықтандыру мәселесі көтерілді. Осыған байланысты аудан басшысы бюджеттік өтінім әзірлеуді тапсырды. Бүгін Бородулиха аудандық әкімдік ғимаратында кезекті әкімдік отырысы өтті. Күн тәртібіндегі әрбір сұрақ талқыланып, тиісті ұсыныстар мен тапсырмалар пысықталып, міндеттер қойылды. Дене шынықтыру мен спорт саласында келесі жылға бірнеше жобаны бастау жоспарда тұр. Шағын футбол алаңын салу мен спорттық кешенді тұрғызу жоспарда бар. Жекелеген спорт түрлерін дамыту бойынша ауданда кенжелеп қалған жұмыстарды жандандыру міндеті тұр, дейді қала әкімі. Әкімдік отырысының қорытындысы бойынша тиісті қаулы қабылданған.